Міне біз енді жеңіне келдік. Жеңін тоқу үшін бізге мен таңдадым, етегінің жеңі бірдей болсын деп. Және бұны бітеміз. Мына жерден дәл ортасынан аламыз. Екі петля жоғары көтереміз және біреусін іліп аламыз. Етегін қалай тоқыдық, солай ары қарай тоқып кете береміз. Айналдыра. Міне біз соңғы несіне келдік. Енді мына екеусінің басын бір-біріне былай біріктіреміз. Сосын екі петля жоғары көтереміз. Мынаны былай айналдырып өтпейсіздер, былайынан айналдырып қайтадан кері тоқимыз. Мына екінші айналымды айналып өттік. Бұл жерде де дәл солай. Мына басы мен басын біріктіреміз да. Екі петля жоғары көтереміз да. Мынаны айналдырып дальше тоқимыз.
осылай ары қарай өздеріңізге қажетті мөлшерде жеңді тоқып аласыздар. Міне біз бір жеңді тоқып біттік. Енді біз екінші жеңін тоқуды бастаймыз. Дәл ортасынан аламыз. Екі петля жоғары көтереміз. Және бір петляны іліп алып, ары қарай тоқи береміз. Бір петля іліп аламыз. Бір, екі. Бір петля іліп аламыз. Бір, екі. Тағы да бір петля іліп аламыз. Бір, екі. Дальше осылай тоқи береміз. Келесі айналымға дейін. Бір петля іліп аламыз. Бір, екі. Соңғы жағына келдік біз. Және мына басы мен абасын біз біріктіреміз. Екі петля жоғары көтереміз. Былайынан айналдырамыз. Қайтадан келесі айналымға дейін тоқып келеміз. Міне соңғы тағы петляға келдік біз. Мына басы мен мына басын бір-біріне біріктіреміз. Екі петля жоғары аламыз, бұлай айналдырамыз. Қайтадан айналдыра тоқып шығамыз. Осылай айналдыра отырып, еш өзгеріссіз қажетті мөлшерге дейін тоқып шығасыздар. Енді біз мына кардиганға етегін ұзорлап салу үшін ары қарай тоқып өтеміз. Мына қараңыздар. Мына басынан аламыз. Бір, екі, үш. Бірінші, екінші, үшінші петляға тоқимыз. Ары қарай бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш. Үшінші петляға тоқимыз.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 соңына дейін осылай чередовать етіп тоқып өтеміз. Міне біз соңына дейін осылай тоқып алдық. 3 5 и соңғы жағын былай біріктірдім. Енді 1 2 рядты тоқимыз да былай қарай аударамыз. Енді бір накид іліп аламыз. Міне соңғы петляға келдік. 2 петля жоғары көтердік. Бір накид іліп аламыз да соңғысына біріктіреміз. 1 2 былайынан аударамыз. Бір накидті іліп аламыз. Көресің. Енді мынау 5 петляның ішіне біз 9 накидпен петля тоқып өтеміз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Мына 3 петляның ішіне бір петляны іліп алып тоқып кетеміз, накидсіз. Келесіге 9 петля, бір накид, бір петля, 9 петля накидпен до конца чередовать етіп тоқып шығамыз. Міне мен до конца тоқып өттім. Енді соңғы біріктіруге келген кезде бір накид іліп аласыздар да мына жерге біріктіреміз. Осымен етегі бітті. Енді мына жіппен мына жағын полностью тоқып шығамыз. Просто ішін тоқып шығамыз. Мінекей достар, біздің кардиганымыз осымен аяқталды. Етегі мынандай болды. Түймені өздеріңіздің қажеттеріңізге қарай қадайсыздар. Егер менің видеом ұнаса, подписка бөліміне өтіп, лайк, комментарий басуларыңызды өтінемін.